Қайырлы күн. Бүгін Lada Largus автокөлігінде кілт жасап берген болатынбыз. Кілті жоғалып қалған. Соны орнына жаңа кілт жасап бердік. Кілтейміз. Ашамыз, барлығы жасап тұр. Енді салайық. Кілтті ашамыз. Мына қызыл дөңгелек свет сөнді. Енді қыздырып көреміз. Мешін қызды. Бәрі идеал. Кілт керек болса хабарласыңдар. Дәл осындай кілттер, кнопкалы кілттер бар, батырмалы. Міне кілтейміз. Ашамыз. Енді Largus'та багажник болмайды. Ол түсінікті. Сонымен хабарласыңдар. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Бүгін Ford Focus автокөлігіне кілт жасаған болатынбыз. Кілт бізде тұтас толық жоғалған болатын. Мына сердцевина есіктен андай механикалық кілтін жасаған болатынбыз. Ендігі мәселе бізде барлығы қызып тұр. Аккумулятор көп тұрғанның себебінен аккумулятор өліп қалған. Мен тек қыздырмай аккумулятор жоқ болғасын тек ашып қоям, осылай. Кілт барлығын көріп бір жоқ көреміз қазір. Багажник ашылды, мен багажник ашып қойдым. Еще раз повтор. Да? Давай, повтор. Есікті ашып жабамыз. Жаптық, аштық. Ашылады, енді багажник. Все, отлично болды. Мына кісі Малик деген Костоправ. Егер сұрақтар болса, реставратор деп айтсақ та болады. Мына Досов артында гараждар. Машинді істеп отырмыз. Еще хабарласыңдар. Если вы через сон кісінің келесіз атынан скидка болады. 20% скидка. Міндетті түрде Костоправ машинаны соғып ала алсаңыз, ала сақтасын делеген зат болсын, полировка болсын, барлық мәселені осы кісі жасайтын болады. Номер қосады. Номер дәл осыны астына қойып кетемін. Алейкум, қайырлы күн достар. Бүгін Prado 2.8 турбодизельді прошивка жасадық. Қазір айдап көретін боламыз. Есімен көрек өзгеріс бар ма, жоқ па? Бұларда егілер алып тастаған көліктер. Осылай міне Prado 150 көлігімізді жасаған болатынбыз. Қазір ағамызбен бірге айдап көретін боламыз. Қалай өзгеріс бар ма, жоқ па? Сұрайық. Осыны ағамыздың өзі айдатын болады. Қалай аға, жақсы болды ма? Керемет. Әдем болды ғой? Әдем. 4.5-4.7 дейсің ба? Ағамыз дизель айдаған, 4.5 дизель айдаған, қазірде 2.8 өз дизель жақсы көреді. Сондықтан 4.2.8 турбодизель болғасын әдемі прошивкасын жасап берген болатынбыз. Осылай міне ошибкаде кетті по EGR тап-таза болды. Алла разы болсын, жұмыстарыңызды өрлей берсін. Рахмет, әумин. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. BMW X6 көлігіне жаңа кілт жасаған болатынбыз. Көлік толықтан кілт жоғалған. Кілттің түрі осындай болып береді. Оларда бізде стандартты кілттің разъембусында болады. Кілт қызды жасап бердік. Енді есіктен ашу жоқ көрек. Есік кілттерінде ашылды. Кілттерің шоғылса хабарласыңдар. Volkswagen, Audi автокөліктерінің электронды блок жүйелері келген болатын басқа қаладан. Көлікке бізде иммобилайзерін сөндіру керек. Иммобилайзер қосылып тұр. Обучен деп иммобилайзерді сөндіреміз. Болды. Осылай иммобилайзер сөнеді. Бүгін Volkswagen Passat автокөлігіне чип жасаған болатынбыз. Чибі түсіп қалған. Есіктен, сондықтан қыздыру жағы қиын болған. Негізде иммобилайзер сөндіріп бер дейтін деп келген есі. Бірақ иммобилайзер қымбатқа шығады. Соның кесірінен процессордың ішінде иммобилайзердің коды болады, паролі болады. Сол арқылы мынандай чип шығарамыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Lexus автокөлігіне жаңа екінші кілт жасаған болатынбыз. Ал мынау өзінің ескі кілті. Ескі кілті батарейка ұстамайды, тұрақтанбайды. 2 күнде ауыстырып тұрады батарейканы. Батарейка жасамағасын ашып жаппайды. Қазір бізде бесключевой досты барлық жасап тұр. Кілттері енді ашылмайды. Сондықтан кілт қажет болса хабарласыңдар. Кез келген көлікке кілттер табылады. Мына батарейкасы өзінікі өліп қалған себебі ішінде процессор жасамай қалған.
осындай жаңа кілт жасап бердік. Енді батарейкасы көптікке шейін өлмейді, сосын бесключевой арқайын қыза береді. Міне, қызып тұр. Кілт керек болып жатса хабарласыңдар достар.